Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Саржас кәсіп техникалық колледжінің тарих пәні оқытушысы Сартбаева Айнұр Нұратылқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік органдары. Сабақтың мақсаты Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдарының ерекшелігін түсіндіру. Қазақстан Республикасы президенттік басқару формасы бар демократиялық, құқықтық, унитарлы, зайырлы мемлекет. Алғашқы конституция 1993 жылы қаңтарда қабылданды. 1995 жылы тамыз айында жаңа конституция қабылданды. 1998 жылы оған түзетулер енгізілді. Жаңа конституция бойынша Қазақстан демократиялық, құқықтық, унитарлы мемлекет, оның тәуелсіз үш билік тармағы бар. Олар атқарушы және заң шығарушы сот биліктері. Атқарушы билікті президент басқарады. Ол 40 жастан асқан, республика аумағында соңғы 15 жыл тұрған және мемлекеттік тілде, қазақ тілінде еркін сөйлей алатын азаматтар арасында 5 жылға сайланады. Заң шығарушы билікті қос палаталы парламент атқарады. Сот билігінің конституциялық сот пен жергілікті соттар жүйесі атқарады. Сот төрелігі қызметіне Қазақстан Республикасының конституциясы мен конституциялық заңдарға сәйкес тағайындалады және тұрақты түрде толық өкілеттілікке ие болады. Президент. Заң шығарушы билік парламент, сенат, мәжілістен тұрады. Атқарушы билік үкімет, сот билігі жоғарғы сот. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Президент мемлекет басшысы, оның ең жоғарғы лауазымы елдің ішкі және сыртқы саясатының негізінде бағыттарын белгілейді, барлық билік органдарының келісімді қызмет атқаруын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар президент Қазақстан қарулы күштерінің жоғарғы қолбасшысы болып табылады. Ол 18 жастан асқан азаматтардың жалпы және құпия дауыс беру арқылы 5 жылдық мерзімге сайланады. Қазақстан Республикасының парламенті. Парламент бұл мемлекеттік биліктің ең жоғарғы өкілетті орны, жоғарғы заң органы. Мәжіліс. Қазақстан Республикасының парламенті. Мәжіліс Қазақстан Республикасының жоғарғы заң шығарушы органының төменгі палатасы. Мәжіліс конституциялық заңда белгіленген тәртіппен сайланып 107 депутаттан тұрады. Парламент депутаты бір мезгілде екі палатаға бірдей мүше бола алмайды. Мәжіліс депутаттарының өкілетті мерзімі 5 жыл. Мәжілістің 98 депутатын сайлау жалпыға бірдей тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Мәжілістің 9 депутатын Қазақстан Халқы Ассамблеясы сайлайды. Мәжіліс депутаттарының кезекті сайлау парламенттің жұмыс істеп тұрған сайланымы өкілеттілігі мерзімі аяқталғаннан кейін 2 ай бұрын өткізіледі. Сенат Қазақстан Республикасының қос палатадан құралған. Парламенттің жоғарғы палатасы болып табылады. Сенат 47 депутаттан құралады. Сенат депутаттары тиісті облыстың республикалық маңызы бар қаланың және республика астанасының барлық өкілді органдары депутаттардың бірлескен отырыстарында әр облыстан республикалық маңызы бар қалада және Қазақстан Республикасының астанасынан 2 адамнан сайланатын депутаттардан құралады. Қазақстан Республикасының министрлік кабинеті. Бұл министрлік кабинет дегеніміз министрлік үкімет басшысының төрағалығымен жүйелі түрде өтетін үкімет атынан шешім қабылдауға өкілетті бар мәжілістер. Қазақстан Республикасының министрлік кабинетін сіздерге атап өтіп кетейін. Ішкі істер министрлігі, денсаулық сақтау министрлігі, индустрия және технология министрлігі, сыртқы істер министрлігі, мәдениет және ақпарат министрлігі, қоршаған ортаны қорғау министрлігі, ауыл шаруашылығы министрлігі, көлік және коммуникация министрлігі, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, қаржы министрлігі, төтенше жағдайлар министрлігі, экономикалық даму және сауда министрлігі, әділет министрлігі, мұнай және газ министрлігі, білім және ғылым министрлігі, қорғаныс министрлігі болып бөлінеді. Қазақстан Республикасының конституциялық кеңесі. Бұл конституциялық кеңес дегеніміз
Қазақстанның саяси жүйесінде айрықша орынға ие. Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесі өкілеттері 6 жылға созылатын 7 мүшеден құралған. Конституциялық кеңестің өмір бақилық мүшелігіне республиканың экс-президенті құқылы болып табылады. Конституциялық кеңестің төрағасы республика президенті тағайындайды және дауыс теңдей бөлінген жағдайда оны дауысты шешуші болып табылады. Конституциялық кеңес республика президентін сайлауы, парламент депутаттарын сайлауы, республикалық референдум өткізуді дұрыстығын туралы мәселеге қатысты туған таласты шешеді. Конституциялық кеңес парламентпен қабылданған және президент қол қойған заңдарды конституциямен сәйкестігін, халықаралық келісімдердің конституцияға сәйкес бекітілуін қарайды. Мінекей балалар, сіздерге Қазақстан Республикасының билік органдарымен таныстырылып өттім. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.